Саламатсыздар ма білім алушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз ғылыми зерттеудің әдіснамалық негіздері. Жоспары: ғылым анықтамасы, ғылым және шындықты игерудің түрлері, ғылым дамуының негізгі кезеңдері, ғылыми білім туралы түсінік, ғылыми таным әдістері, әдіснаманың этикалық және эстетикалық негіздері. Ғылымды кеңірек мағынада шындық өмір туралы объективті білімдерді жасау және теориялық жинақтау іске асатын адами әрекеттің бір саласы деп қарастырады. Ғылым білімдер жасау, алу мақсатындағы әрекет және жұмыс. Ғылым саласындағы әрекет, ғылыми зерттеу, бұл ғылымның құралдары мен әдістері, пайдаланылатын және зерттелетін объектілері туралы білімдердің қалыптасуымен аяқталатын, объектіні жүйелі және мақсатқа бағытталған түрде зерделейтін таным үдерісінің ерекше түрі. Ғалым сол ғылымда жинақталған білімнен, жалпы адами тәжірибеден алған ақпаратқа сүйенеді. Ол ғылыми мәселелерді шешуге бағытталған. Оның нәтижелері ғылымда белгілі бір олқылықтардың орнын толтырады. Зерттеу барысында танымның арнайы құралдары қолданылады: модельдеу, болжам жасау, эксперимент жүргізу және тағы басқалар. Қазіргі уақытта ғылым әдіснамасы мамандар ғылым объектісі мен ғылым пәні түсініктерін ажыратып қарастырады. Объект дегеніміз зерттеушінің танымдық әрекеті, бағытталған шындық болмыс. Ал пән дегеніміз зерттеудің объектісін, ғылыми тұрғыдан көру тәсілін бейнелейтін зерттеу субъектісі мен объектісі арасындағы буын. Әртүрлі ғылым өкілдері бір ғана объектіні әр ғылымға тән түрлі түсініктер жүйесінде көреді және оның ішінде түрлі жақтарын, байланыстары мен қарым-қатынастарын ерекшелейді. Неміс философы Ясперс ғылымның қалыптасуының екі кезеңін көрсетеді. Бірінші кезең ғылымның логикалық және әдістемелік қалыптасуы, яғни ертеде грек ғылымы мен Қытай мен Индиядағы ғылыми танымның алғашқы қайнар көздерінің қалыптасуы. Екінші кезең қазіргі заманғы ғылымның орта ғасырдың соңына пайда болып, 17 ғасырда бекіп, 17 ғасырда біз ғылыми революция туралы сөз қозғауға мүмкіндік беретін жаңалықтар мен әрекеттердің жасалуы. Қазіргі заманның ғылымы мен қоғам дамуы қоршаған ортаны өзгерту және оны танып білудің аса қуатты құралына айналды. Ол ұялы телефондар мен интернет, көліктер мен кептелістер, бай өмірдің насихаты, жұмыссыздық пен қайыршылықтың көрінісі дәлел. Бұның барлығы капитализм деп аталатын қоғамдық формацияның өзіне тән белгілері. Осы формацияның және капиталистік қатынастардың негізі ретінде техникалық мәдениет пен қоршаған орта ресурстарын экстенсивті пайдалану жүзеге асады. Қоғамдық қатынастардың бұл түрі жаратылыстану және техникалық ғылымдарда қоғамның басты өндіруші күштері негізінде дамып пайда болған. Басқа сөзбен айтқанда, ғылымның дамуының әлеуметтік қозғаушы күші болып, жаңа табиғи ресурстар мен машиналарды қажет ететін капиталистік өндіріс өркен жайды. Осы қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін қоғамның өндіргіш күші ретінде ғылым қажет болды. Сталиндік типтегі социалистік жүйенің құлауы жаңа капиталистік қатынастардың бүкіл әлемге тарауына әкеп соқты. Сол себепті де қазіргі сәтте капиталистік техникалық мәдениет өзіне тән қарама-қайшылықтарына қарамастан қазіргі заманғы әлемдік қауымдастықтың идеалына айналып отыр. Сондықтан барлық мемлекеттер арасында аса қуатты капиталистік елдер секілді пайда табудың жолына түсті. Ғылымды эмпирикалық тексеру немесе математикалық дәлелдемелермен негізделген дүниетанымның ерекше рационалды әдісі деп таниды. Бұл қаншалықты тек табиғатта орын алып жатқан құбылыстардың ұзақ уақыт бойы бақылау, тәжірибе жүргізу, болып жатқан процестерге байланысты ой қорыту, жаңа түсініктерді ойлап табу және тағы басқа әрекеттерін жүзеге асыру арқылы ғана игеруге болады. Бірақ ғылымда күрделі ойларға шомып, ұқсас процестерді салыстырып отырғанда оның басына алма құлауы, ғылым жаңалықтың аяқ асты
пайда болуына ықпал етуі де мүмкін. Ғылымда құдіретті күштің көмегімен ешқандай құбылыс жүзеге аспайды. Осыған сәйкес Ньютонның басына алма құлауы оның бүкіл әлемдік тартылыс заңының ашылуының арасына аса үлкен арақашықтық бар екенін көрсетеді. Зерттеу құралдарында түрлі процедуралар, әдістер, тәсілдер, методикалар, жүйелер мен методологиялар кіреді. Бұл түсініктер төменгі логикалық қатарды құрайды. Әдіс зерттеу барысында белгілі бір қорытынды алуға бағытталған бір немесе бірнеше математикалық немесе логикалық операциялардың теорияға немесе тәжірибеге негізделген түрі. Рәсім белгілі бір операциялар жиынтығының орындалуын қамтамасыз ететін іс-әрекеттердің жиынтығы. Тәсіл күрделі әдіс болып табылады. Ол зерттеу барысында бірнеше нысаналы әдістердің жиынтығы. Методика бір немесе бірнеше әдістер жиынтығына негізделген зерттеу жолдары немесе олардың жиынтығына негізделген әдістер. Методология зерттеу әдістері, жүйелері мен методтары жөніндегі білімнің жиынтығы. Жүйе күрделі құбылыстар мен үдерістерді зерттеу үшін қажетті техникалық құралдар мен методикалардың жиынтығы. Ғылыми танымның нәтижелері түсініктері қалыптастырумен аяқталады. Ғылымның түсініктілігі бір-бірімен тығыз байланысты. Аксиомалар, теоремалар мен тұжырымдардың қатаң логикалық құрылысымен түсіндіріледі. Түсініктер көп жақты құрылымға біріктірілген. Теория бұл түсініктің кеңейтілген түрі. Кез келген ғылыми теория Евклидтің немесе Лобачевскийдің геометриясы, кванттық механика не қазіргі заманғы космология түсініктерінің қалыптасуының мысалы бола алады. Түсініктердің қалыптасуы үздіксіз жүретін күрделі құбылыс. Әрбір ғылым белгілі бір заңдылықтарға бағынатын түсініктер жүйесі. Ғылым ерекше әлеуметтік институт және танымдық қызметтің ерекше формасы ретінде 15-16 ғасырларда пайда болып, қайта өрлеу дәуірінде жаңартылған. Қазақстан ұлттық энциклопедиясында ғылым адамның табиғат пен қоғам туралы объективті білімін қалыптастыруға мүмкіндік беретін танымның ең жоғары пішімі, оның практикалық қызметінің бір саласы. Ал Коджаспирова берген анықтамасында ғылым білімді болу ғана емес, оны саналы меңгеру, білімді қолдануына білу біліктілігі деп көрсетеді. Қазақ кеңес энциклопедиясында ғылым объективті ақиқатқа жету заңдылықтарын бейнелеуге және алдын ала болжауға арналған жүйелі түрде құрылған білімнің жоғары формасы. Қысқаша педагогикалық сөздікте ғылым адамның әрекет аймағы ақиқат туралы объективті және шындықты теориялық жүйелеу және өңдеу қоғамдық сананың формасы деп көрсетеді. Құсайынов салыстырмалы педагогикасында оқу құралында ғылым ақиқаттағы тәжірибемен тексерілген және дәлелденетін қоршаған орта жөніндегі тарихи қалыптасқан және үнемі дамып отыратын адам білімінің логикалық жүйесі десе, жоғарыдағы анықтамаларды басшылыққа ала отырып, ғылымды ерекше тану үдерісі деп айтамыз. Ғылым қоршаған орта туралы ақиқат, білім жинау және оның логикалық теориялық жүйеге келтіру болып саналатын зерттеудің қызметінің бір саласы. Тарихи тұрғыда ғылым адамзат дамуының белгілі бір сатысында тікелей қажеттіліктердің қосылысынан құрылған деп тұжырымдаймыз. Осының негізінде ғылымтану теориясы келіп шығады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта жүздескенше сау